Баршаңызға қайырлы күн, қыздар қауымы. Бүгін біз сіздермен күндізгі макияж түрін жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге тонер қажет. Тонер арқылы біз бетті әбден тазартып аламыз. Одан кейін көздің айналасына арналған кремді жағып, көздің айналасын ылғалдандырып, массаж түрінде кремді сіңіретін боламыз. Крем жаққаннан кейін бетке арналған сыворотка жағамыз. Сыворотканы да массаж түрінде әбден бетке жағып сіңіреміз. Сыворотканы қолмен немесе кисточканың көмегімен жағуға болады. Маған қолмен жаққан өте ыңғайлы болып келеді, сондықтан мен осылай істегенді жөн көрдім. Келесі кезекте біз қасты бояйтын боламыз. Қасты кисточканың көмегімен, яғни қасымыздың түсі қандай, дәл сондай түсте бояймыз. Қазіргі трендте табиғи қастар болғандықтан мен барынша табиғилықты көрсету мақсатында кішкене ғана боядым. Қатты форма шығарған жоқпын. Орысша айтқанда четкие брови дейді ғой, ондай қазір трендте емес, сондықтан мен барынша табиғилықты көрсету мақсатында кішкене ғана боядым. Келесі кезекте біз қасымыздың жан жағына кисточканың көмегімен тоналка немесе консилер жағатын боламыз. Сол жаққан консилер тоналкамызды қабаққа да жағуды ұмытпаңыздар, өйткені көзді бояған кезде тен ұзақ сақталу үшін бізге әрине консилермен бояған өте дұрыс болып есептеледі. Консилермен бояғаннан кейін спонждың көмегімен әбден теріге сіңіретін боламыз. Келесі кезекте біз қасты арнайы тарауышпен тарап шығамыз. Өйткені біз барынша табиғилықты көрсетіп жатырмыз. Келесі кезекте біз тенмен көзді бояйтын боламыз. Ең бірінші ашық қоңыр түспен көзді әбден бояп аламыз. Яғни біздің кисточкамыз бұл жерде пушистый және растушевка жасауға өте ыңғайлы болу керек. Ашық қоңыр түстен кейін кішкене қоңырқай түсті екі жағына жағып әбден растушевка жасаймыз. Яғни түстер бір-бірімен бірігуі керек. Қоңыр түсті жібергеннен кейін қанық қоңыр түспен екі жағына жібереміз, көздің ортасына дейін бояймыз. Әбден растушевка жасаңыздар, себебі түстер бір-бірімен бірігіп үйлесуі керек. Растушевка жасап болғаннан кейін көздің алдыңғы жағына сары алтын түсте жылтыр тендерді жағамыз, немесе оның орнына хайлайтерді ғана жаға салсаңыздар болады, өз еркілеріңізде. Және тенді жағып болғаннан кейін біз бетті әрлеуге көшетін боламыз. Көзімізді бояп болғаннан кейін көздің астында қалған қалдық тендердің бәрін тониктің көмегімен немесе тонердің көмегімен әбден өшіріп аламыз. Біздің жасап жатқанымыз күндізгі макияж түрі болғандықтан мен бетке осылай коллаген кремін таңдадым, себебі ол күнделікті қолдануға өте ыңғайлы, сіңімді және де бетті ылғалдандырып тұрады. Әбден бетіміздің барлық жерінен қалдырмай тоналкамызды жағып шығамыз. Яғни спонждың көмегімен дәл видеодағыдай жағып шықсаңыздар болады. Спонждың орнына кисточканы қолдануға да болады. Бірақ маған спонжбен жаққан өте ыңғайлы және де бетке тез сіңірілетін болады. Келесі кезекте бізде консилерді көздің алдыңғы жағына және соңғы жағына қарай жағамыз. Видеода қалай көрсетіліп тұр, солай жақсаңыздар дұрыс болады. Консилерді де спонждың көмегімен бетке сіңіретін боламыз. Келесі кезекте біз бетіміздің барлығына пудра жағатын боламыз. Яғни пудраны кисточканың көмегімен жаққан өте дұрыс болып келеді. Видеода көрсеткендей жағып шықсаңыздар болады.
пудраны жағып болғаннан кейін біз құрғақ корректормен барлық бетімізге пішін шығаратын боламыз. Яғни бет әлпетімізді, мұрнымызды, маңдайымызға барлығына осы корректордың көмегімен форма шығаратын боламыз. Корректорды жағып болғаннан кейін біз бетімізге румяна жағатын боламыз. Румянаның құрғақ түрі де бар және жылтыр түрі де бар. Мен осы жолы екеуінде емес, мен кәдімгі помаданы қолданып көрдім. Бірінші рет бұл помаданың түсі видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі түс. Алдымен қолымызбен жағып шығамыз, одан кейін кисточканың көмегімен оны бетке сіңіретін боламыз. Егер де көп жағылып кеткен болса, пудраның көмегімен оны шамалы азайтатын боламыз. Пудраны қолдансаңыздар дұрыс болады. Одан кейін біз мұрнымызға форма шығару үшін кішкентай кисточканың көмегімен кішкене ғана жағатын боламыз. Одан кейін спонждың көмегімен оны бетке сіңіреміз. Келесі кезекте біз көзімізге қайтадан ораламыз, себебі көзімізге дұрыстап растушевка жасаймыз, көзіміздің астын боямыз, көзіміздің үстін қандай түспен боядық, дәл сондай түспен көзіміздің астын бояп шығамыз. Қатты бояудың қажеті жоқ, өйткені бұл күндізгі макияж түрі. Келесі кезекте біздің сүйікті заттарымыздың бірі ол хайлайтер. Хайлайтерді кисточканың көмегімен румяна мен контур жағылған жерге үстіне қарай жағатын боламыз. Өте көп жағудың қажеті жоқ, және де мұрынның үстіне жағуды ұмытпаңыздар. Ерінің үстіне де жағуға болады, мен осы жолы жақпадым, және де қастың астына да жағуды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте бізде ерінді бояу, яғни ерінді біз қаламның көмегімен форма шығаратын боламыз. Форма шығарып болғаннан кейін ернімізге блеск жағатын боламыз. Қазіргі трендте бұндай блесктер түрлері өте көп, маған осындай блеск ұнады. Және де блескті жағып болғаннан кейін біз көзімізге туш жағатын боламыз. Тушты бірінші үстіңгі кірпігімізге, одан кейін астыңғы кірпігімізге жағатын боламыз. Осымен біздің күндізгі макияж түріміз дайын. Бүгінгі макияжда қолданған косметикамыздың барлығы өте қарапайым косметикалар. Барлық косметиканың атауын видеоның астына жазып кететін боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұрайым. Лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.